Дональд Трамп неге әлем елдеріне салық салды? Бұл жай ғана экономика емес. Бұл күш көрсету. Бұл әлемге тасталған ашық ескерту. Дональд Трамп билікке келген сәттен бастап, бір ғана нәрсені ашық айтты. Америка енді ақымақ болмайды. Бізді пайдалану заманы бітті. Оның айтуынша, ондаған жыл бойы әлем елдері Америка нарығын пайдаланды. Өз тауарын Америкаға еркін сатты. Ал Америка өндірісін сыртқа көшіріп алды. Зауыттар жабылды, жұмысшылар жұмыссыз қалды. Сонда Трамп не істеді? Ол тариф саясатын бастады. Тариф деген не және неге ол қауіпті? Тариф шетелден келетін тауарға салынатын қосымша салық. Яғни басқа елдің өнімі Америкаға кірсе, ол автоматты түрде қымбаттайды. Трамптың ойы қарапайым еді. Егер шетелдік тауар қымбат болса, Америкада жасалған өнім жеңеді. Ол тікелей айтты: біз өз жұмысшыларымызды, өз зауыттарымызды қорғаймыз. Бірақ бұл шешім бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Тариф соғысының басты нысанасы кім болды? Бірінші кезекте Қытай. Трамп Қытайды ашық айыптады. Олар біздің технологиямызды ұрлайды, ережені бұзады, ал біз үнсіз қалдық. Сол үшін Қытайдан келетін болатқа, электроникаға, техникаға ауыр тарифтер салынды. Бұл екі алып держава арасындағы сауда соғысын бастады. Бұл саясаттың шынайы мақсаты не еді? Бірінші мақсат өндірісті Америкаға қайтару. Трамп бірнеше рет қайталады. Зауыттар Қытайда емес, Америкада салыну керек. Компаниялар не істеді? Кейбірі өндірісті қайтадан Америкаға әкелді. Кейбірі басқа елдерге көшті. Бірақ үрей басталды. Екінші мақсат келіссөздегі қысым Трамп тарифті қару ретінде қолданды. Егер сен әділ ойнамасаң, мен тариф саламын деді. Осы қысым арқылы Америка, Мексика мен Канадамен жаңа сауда келісіміне қол жеткізді. Ең басты сұрақ, Америка қанша пайда тапты? Енді нақты фактіге келейік. Дональд Трамптың тариф саясаты арқылы Америка бюджетіне ондаған миллиард доллар тікелей кіріс түсті. Кедендік алымдар бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Трамп мұны өзі де мақтанышпен айтты. Біз тарифтер арқылы миллиардтаған доллар алып жатырмыз. Бұрын бұл ақшаны біз емес, басқа елдер алатын. Бұл ақша тікелей Америка қазынасына түсті. Инфрақұрылымға, фермерлерді қолдауға, ішкі нарықты қорғауға жұмсалды. Бірақ бәрі соншалықты жақсы болды ма? Жоқ. Сауда соғысының кері әсері де болды. Бағалар өсті. Кей тауарлар қымбаттады. Фермерлер зардап шекті. Бірақ Трамп бұған да жауап берді. Қысқа мерзімді ауыртпалық бар, бірақ ұзақ мерзімде Америка жеңеді. Бұл саясаттың астарында не жатыр? Бұл тек ақша емес. Бұл билік. Америка мен Қытай арасындағы тартыс болашақтағы әлемдік лидерлік үшін күрес. Технология, жасанды интеллект, әскери үстемдік. Трамп ашық айтты, егер біз қазір қатал болмасақ, кейін бәрінен айырыламыз. Қорытынды. Дональд Трамп тариф саясатын жайдан жай бастаған жоқ. Ол экономиканы саяси қаруға айналдырды. Бұл саясат біреуге ұнады, біреуге ұнамады. Бірақ бір нәрсе анық, әлем Америкамен санасуға мәжбүр болды. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.